Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін неше? 15. 15.07.2024 жыл. Сіз Қазпоштадан, не? Кім есіміңіз? Шолпан. Шолпан, аты жөніңіз толық атыңыз, фамилияңыз бар. Шерімбаева Шолпан Сапарқызы. Есім Нақып Бақытжан болады. Мынау сіздердің хаттарыңыз, хабарламаларыңыз бәрі мынау орыс тілінде жазылып келеді. Соны сіз басшыларыңызға айтсаңыздар, неге мынау орыс тілінде келеді? Мен негізінде біраздан бері хат алып жүрмін сіздерден, бірақ бәрі орыс тілінде келеді. Мен дұрысқа мені оны жазбаймын ғой, сот жазады ғой оны. Дұрыс, енді неге сіздер мемлекеттік тілде қабылдамайсыздар осыны? Неге орыс тілінде? Менің қатысым жоқ қабылдауға ше. Хаттардың бәрі сондай ма, көріңіз? Ол хат әртүрлі болып келеді оны. Мен білмеймін. Көріңізші, кейбіреулері қазақша ма? Бәрі орысша ма? Қазақша болып келеді. Орысша ма? Суд города Шымкента, Туркестанский 87 деп жіберген. Международный суд бір сіздік емес, бәрінікі сондай болып келеді. Бәрі орысша, иә? Иә. Енді мен бұны дәлелдеме ретінде түсіріп алып жатырмын. Себебі мына соттардың барлығы орыс тілінде, неге орыс тілінде жұмыс жасайды, мемлекеттік тілде неге жұмыс жасамайды деген менде уәж да. Мүмкін сіздің қызметіңіздегі агент беру ғой бұл, дұрыс па? Енді осыны маған анықтау керек. Мен Қазпоштадағы жауабым не болды ана өткенде арыз бойынша? Бағана мен 6 айлық қарауымды жазып бердім, пояснитель болды. Қанша күнде қаралады? Мен 3 күн 5 күнде келеді, қанша күн өтіп кетті? Бағана сұратыпты ғой, директор сұратыпты ғой. Сот болады маған 18-інде. Мен оған дейін алуым керекпін ғой жауабын. Енді директорге баруыңыз керек шығар, ол үшін директор жазып беру керек шығар. Сіз айта алмайсыз ба? Мен оны ешқандай айта алмаймын оған. Қазір операторға айтып көрейін, ана несін сұрап жатыр деп. Операторға айтыңыз, 18-інде сот болады. Мен сотқа шейін алуым керекпін жауабын. Маған хат келді ме, келмеді ме? 2 мекен-жай бойынша. Өткендегі звондадыңыз ба? Мен звондадым, аламадым Серік деген ағайыңызды. Соны не істейміз енді? Мен ол Серіктің өзі жауап береді. Мен осынау коммунизмге барып мен қаттаратқан емеспін. Сіз қазір өзіңіздің басшыларыңызға хабарласа аласыз ба? Біле аласыз ба мен жауабымды? Мен қазір оператормен ғана байланысқа шыға аламын, ары қарай өзі жаңа басшыларға шығады ғой. Сол маған бір несін жауабын жазып жіберіңізші WhatsApp-қа өтініш, иә? Болды. Әжеге қойып жібересіз бе? Так, енді мына жерде Шымкент. Мына кім номері? 7. Ешкім номер емес, ол әшейін түспен. Жақсы, рахмет.